Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге рукколадан жасалынатын өте пайдалы салат жасаймыз. Салатымызға қажетті заттарды төменге описанияға толық жазып қоямын. Барлық көкөністердің бәрін ағынды сумен жуып тазалап қойдым. Ең бірінші қызанағымызды алып, видеодағыдай етіп тураймыз. Қызанағымыздың үстіне салат жапырағын және рукколамызды саламыз. Достар, сіздерге кеңесім, рукколаны көктем мезгілінде көбірек пайдаланғандарыңыз дұрыс, себебі иммунитетті өте жақсы көтереді, витаминдерге бай болып келеді. Келесі біз салатымыздың соусын дайындаймыз. Ол үшін біз 1 лимонның жартысын сығып аламыз. Сосын оған 1 ас қасық зәйтүн майын және 1 ас қасық соус терияклиді қосамыз. Дайын соусымызды жақсылап араластырып, салатымыздың үстіне құйып шығамыз. Содан кейін грек жаңғағын шағып, қызып тұрған табаға 2-3 минут қуырып, осылай кішкене майдалап жіберіп, бетіне сеуіп шығамыз. Келесі ірімшігімізді турап саламыз. Менде моцарелла ірімшігі. Егер де сіздерде моцарелла ірімшігінің дайын шариктері болса, сонда қолдансаңыздар болады. Менде осындай қаттысы. Ірімшігімізді салып болғаннан кейін бальзамический кремімізді бетіне әсемдеу үшін құйып шығамыз. Осылай салатымыз 5 минутта өте оңай жасалынады. Сіздер де үйлеріңізде отбасыларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достар, осы видеоны көрген болсаңыз, сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.